Бұл Талдықорған драма театры сахналаған қос мұңлы қойылымы. Өнер ұжымы Қазақстанның халық әртісі Бекен Римованың 100 жылдық мерейтойына орай елордаға гастрольдік сапармен келді. Шығармаға жалғыз ұлының шаңырағына сыймай қарттар үйін паналаған қарт ананың мұңлы тағдыры арқау болған. Астанада бірнеше күн аялдайтын театр ұжымы бұдан бөлек мұғалім Жалқаудың жыры қойылымдарында көрерменге ұсынбақ. Театр келушілер сахнаға саңлағы саналатын ерекше өнер иесі Бекен Римованың жеке заттары қойылған көрмені тамашалай алады. Астана қаласының жұртшылығын өзіміздің мерекемізден хабардар қылып, қуанышымызбен бөлісуге келіп жатқан жайымыз бар. Түрксой мәдениет үйімен бірлесіп жасап жатқаннан кейін, ол кісілер біздің осы апамыздың фото выставкасы дейді ғой, яғни жылжымалы көрмесін Анкара, Стамбул қалаларында өтуге өздерінің үлесін қосып, қолдау білдіретіндігін айтқан болатын. Оны жоспарлаудамыз.